Тұрғындардың қаржылық сауаттылығы ел тұрақтылығы мен әл-ауқатының кепілі. Осы маңызды сұрақтарды зерттей келе, біз 10 негізгі тақырып, 10 сабақты анықтадық. Әр адамның өміріне қаржының шұғыл қажет болғаны сәттері кездеседі. Ондай жағдайда кредит рәсімдеу оңтайлы шешім болып табылады. Кредит алмас бұрын, оның жалпы шығындарын есептеп, мұқият ойлану керек. Кредит бойынша ұсыныстарды ең бағалауында Елена көмектеседі. Елена кәсіпкер, базарда косметика сатады. Бизнесін кеңейту мен екінші сауда нүктесін ашуға қосымша қаражат керек. Ол 300 000 теңге сомасындағы кредиттерді 9 ай мерзімге рәсімдемес бұрын, 2 банктың ұсынысын қарастырды. 2 банктың кредит рәсімдеу комиссиясы мен пайыздық мөлшерлемесі бірдей. Көпшілікке мәлім банкте қосымша шығындары бар. Делдал қызметі 3%. Өтеу күні туралы ескерту шығындары 200 теңге. Шотта ашу комиссиясы 400 теңге. Қолма-қол ақшаны шешіп алған үшін кредит сомасынан 0,5. Көпшілікке мәлім банкте өмірді сақтандыру құны 3000, ал бизнес банкте 2000 теңге. Кепілді сақтандыру 2 банкте де 4000 теңгеден. Көпшілікке мәлім банкте өтінімді қарастыру 7 күн, ал бизнес банкте 3 күн. Қай ұсыныс тиімдірек деген оймен Елена шығындарды есептеуге кірісті. Сонымен барлық кредиттік шығындар 3 топқа бөлуге болады. Тікелей қаржылық шығындар. Ол кредитті пайдаланғанымыз үшін банкке төленетін ақша. Оларға есептелген пайыздар, төленген комиссиялар мен өзге де банктың қызметтері жатады. Қосымша қаржылық шығындар. Кредитті алу үшін өзге тұлғалар мен ұйымдарға төленетін ақша. Мысалы, сақтандыру, нотариус және делдал қызметі. Қаржылық емес шығындарға кредитті рәсімдеуге кететін жеке уақытыңыз. Банк қызметкерлерінің қарым-қатынасы, сондай-ақ сіздің өтеу мүмкіндігіңізге сәйкес келетін ыңғайлы өтеу кестесі. Елена 2 банктың шарттарын салыстыра келе, көпшілікке мәлім банкке қарағанда бизнес банктың жалпы қаржылық шығындары төмен, кредитті беру барысы түсінікті, айқын және аз уақыт алатындықтан, сонымен қатар қызметкерлердің қарым-қатынастарының жақсы екенін бағалап, бизнес банктың ұсынысын қабылдады. Кредиттің нақты құнын білу және салыстыру үшін сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесін дұрыс есептей білу керек. Сол арқылы мерзімі мен құрылымы әртүрлі кредиттерді салыстыра алатын боласыз. Алымына барлық қаржылық шығындарды енгіземіз. Бөлшегінде негізгі қарыз сомасының орташа қалыңдығын көрсетеміз. Оны келесі жолмен анықтауға болады. Өтеу кестесінен айдың соңына келетін барлық негізгі сома қалдығын қосып, айлардың санына бөлеміз. Барлық қаржылық шығындардың бөліндісін, нәтижесін пайыздық сипатта айлардың санына бөліп, оны 12-ге көбейтеміз. Енді 2 банктегі сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесін есептеп көрейік. Көпшілікке мәлім банк 35,36%. Бизнес банк 32%. Көпшілікке мәлім банктегі қаржылық шығындардың көп болуына байланысты кредит бойынша сыйақысы мөлшерлемесі жоғары. Елена бизнес банкінің тиімді ұсыныстарын қабылдады да, 2-ші бутигін ашты, ал бизнесі өркендей түсті. Сіздерге де сәттілік пен табыстық тілейміз.